Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі видео ALM327 OBD интерфейсімен жұмыс жасайтын жүргізушінің кішкентай көмекшісі жайлы болады. Сәлем достар, бұл Алпыспай каналы. Бүгінгі видеомыз өте пайдалы және өте кішкентай құрал жөнінде болмақ. Бұл құралды алудың басты себебі автокөлігімдегі чек шамының жанып кетуі болды. Бұл кішкентай құрал арқылы автомобильдің жай күйін білуге болады. Және егерде автомобиліңізде чек шамы жанған болса, себебін тауып, ақаудың көзін жоюға болады. Менде бұндай себеп жазда пайда болды. Бұрыннан бар жүрген жанар жағармай станциямда бензин болмағандықтан, басқа жерден бензин құйған себебінен чек пайда болды. Айта кететін жайт, бұл құрал ақауды жоймайды, тек қана себебін көрсетеді. Мысалы, менде сапасы жанармайдың кесірінен датчикпен проблема болды. Сол датчикті ауыстырғаннан кейін автокөліктің компьютерінде жазылып қалған ақау жөніндегі ақпаратты өшіру керек болды. Және де бұл осы құрал арқылы жүзеге асты. Мен бұл затты AliExpress арқылы Қытайдан заказ беріп алдырдым. Жалпы Қытайдан келетін заттар бір ай шамасында келеді. Бұл зат маған 25 күнде келді. Сәлемдеме осындай кішкентай пакетпен келеді. Антистатикалық. Пакеттің ішінде құрылғының өзі және компьютер арқылы қарауға болатын дискісі бар. Егер де диск зақымданған болса, сатушыдан бағдарламаға сілтеме алуға болады. Құрылғы компьютер мен автокөліктің арасындағы байланысты Bluetooth арқылы орнатады. Бұл жерде айта кететін жайт, сіздің автокөлігіңізде OBD2 протокол болу керек. Егер де сіздің автокөлігіңізде OBD2 протокол болмаған жағдайда, бұл құрал сізге пайдасыз. Сондықтан да тапсырыс бермес бұрын көлігіңіздің осы OBD2 протоколын қолдай ма, қолдамай ма, соны білгеніңіз жөн. Бұл жөніндегі ақпаратты интернет арқылы табуға болады. Егерде ақпаратқа сенімсіз болсаңыз, егерде таба алмай жатсаңыз, комментарийға сұрағыңызды жазып кетуіңізге болады. Мен комментарийларды қараймын және жауап беремін. Бұл құралдың бағасына келетін болсақ, AliExpress'те бұл 6-7 доллар шамасында. Теңгемен шаққанда бұл 2,5-3 теңге шамасында болады. Менің ойымша, бұл бұндай пайдалы құрал үшін бұндай үлкен қымбат баға емес. Сондықтан да AliExpress арқылы заказ беріңіздер, алыңыздар, каналға жазылыңыздар, сау болыңыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.